Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін ағылшын тіліндегі made сөзінің қолданылу құпиясын айтатын боламын. Ол үшін міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз, сонымен қатар каналға тіркеліп қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Осылайша сіз қазақ тілді контенттің дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Ал ендеше бастайық. Made етістігі make етістігінің өткен шағы болып табылады. Жасау деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар made етістігі of, from және with демеуліктермен тіркесіп қолданылады. Алайда әрбір тіркестің өзіндік қолданылыс жағдайлары болады. Ал ендеше осы қолдану жағдайларына тоқталып өтейік. Made of тіркесі. Бұл тіркес қандай да бір заттың қандай материалдан жасалғандығын айту үшін қолданылады. Алайда бұл тіркес процесс кезінде қандай да бір материал өзінің бастапқы түрін сақтаса ғана қолданылады. Түсінікті болу үшін мысалға назар аударайық. The table is made of wood, яғни үстел ағаштан жасалған. Процесс барысында ағаш өзінің бастапқы түрін сақтап қалған. Сондықтан да біз бұл сөйлемде made of тіркесін қолданамыз. Келесі кезекте made from тіркесі. Бұл тіркесте белгілі бір заттың қандай материалдан жасалғандығын айту үшін қолданылады. Алайда бұл тіркес қандай да бір материалдың өзінің бастапқы түрін өзгерткен жағдайда қолданылады. Түсінікті болу үшін мысалға назар аударайық. Paper is made from wood, яғни процесс барысында ағаш өзінің бастапқы түрін өзгерткен, сондықтан да біз бұл сөйлемде made from тіркесін қолданамыз. Түсінікті болу үшін келесі мысалдарға назар аударайық. The skirt is made of silk. Белдемше жібектен жасалған, яғни процесс барысында жібек матасы өзінің бастапқы түрін өзгертпеген. Сондықтан да біз бұл сөйлемде made of тіркесін қолданамыз. Келесі мысалға назар аударайық. Wine is made from grapes. Вино жүзімнен жасалады. Яғни процесс барысында жүзім өзінің бастапқы түрін өзгерткен, сондықтан да біз бұл сөйлемде made from тіркесін қолданамыз. Келесі тіркес made with тіркесі. Бұл тіркес қандай да бір тағамның рецептісін айтқанда қолданылады. Мысалға назар аударайық. Sushi is made with raw fish. Суши шикі балықтан жасалады. Мінекей достар, made of, made with және made from тіркестерінің басты айырмашылықтары осы. Егер де сізге бұл айырмашылықтар түсінікті болса, мына тапсырманы орындауды ұсынамын. Өз жауабыңызды пікір ретінде қалдырсаңыз болады. Мен сіздің жауабыңызды міндетті түрде ескеріп жауап беретін боламын. Ал ендеше тақырып түсінікті болса, осымен видеомыз аяқталды. Егер сізге видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Осылайша сіз осы каналдың дамуына өз үлесіңізді қосатын боласыз. Ал ендеше сау болыңыздар.